Балалар, 5-ші тапсырма ол сендерде логикалық тапсырма. Яғни ағаштың ұзындығы 20 метр дейді. Осы ағаштың бойымен жұлдыз құрт күндіз 5 метр жоғары шығады екенде, түнде қайттан төменге 4 метр ұзындықта түседі екен. Енді осы жұлдыз құрт дейді, мына ағаштың басына неше күнде шығады дейді. Оны қалай шығарамыз? Яғни мінекей бірінші күні жаңағы ағаштың ұзындығы бізде 20 метр, ол 5 метр жоғары көтеріліп 4 метр төмен түсті. Яғни ол күні 1 метр ғана жүрді деген сөз. Ендеше біз 20-дан 1-ді азайтамыз, 19 метр. Ал екінші күні осы 19 метрдан біз тағы да сол бір күнді жүрген жаңағы 1 метрін азайтамыз. 18 метр қалады, яғни ол 2 метр биіктікке көтерілді деген сөз екінші күні. Үшінші күні біз жаңағы 18 метрден жаңағы 5 метр көтеріледі ғой, одан 4 метр қайта түседі, яғни 1 метр ғана осы күні көтеріледі. Сонда ол үшінші күні 3 метр ғана жоғары көтеріледі. Енді осылай есептей келе біз жұлдыз құрттың 16-шы күні мына ағаштың басына жеткенін білеміз. 15-ші күні ол жаңағы қалған 6 метрдің жаңағы 5 метрін шығады да 4 метрін түседі, яғни 1 метр ғой. Біз 1 метрді азайтамыз, 5 метр. Сонда 16-шы күні осы 5 метр ғана қалады, ендеше ол сол 5 метрді 16-шы күні қайтеді екен, жоғарғы шығады. Сонда бұл есептің жауабы жұлдыз құрт ағаштың басына 16 күнде шығады. Сендер көбің 20 күн депсіңдер, ал бұл есептің нақты жауабы балалар 16 күнде шығады. Мына есептеулерге қарап, мұқият түсінеміз.